Қайырлы күн, сіздермен әрең. Бүгін бізде марафонның 10-шы күні. Керемет көңіл күйдемін. Марафон тапсырмасы бойынша біздің есеп түсетін жайт таңертеңнен определенный уақыт бойынша өзіңнің жұмысыңды жасайсың. Например, медитация, сабаққа арнайсың, кітапқа арнайсың, алғыс айтуға арнайсың, шүкіршілікке арнайсың, болмаса бір өзіңнің бір жаттығуға арнайсың деген сияқты кітап оқысың. Вот. Бірақ екіншісі ол сенің дұрыс тамақтануың, үшіншісі кешке жақын айран ішуін болды. Айран, сүт, ақылдат ішесің. Сосын тағы бір айтатын нәрсе ол мен бір плеймаркетте скачать етіп алдым. Трек голодание деп аталынады. Например, сен бастамасынан 14 сағаттан бастап или 12 сағаттан 10 сағаттан голодать ете бастайсың. Ол не? Сен когда определенное состояниеде, сосын барып қарның ашып болатын болса, то есть қатты қарның ашып емес, енді тоқ болмасаң, мен жақсы жұмыс жасайды. Марафонның 6-шы күнінде, 7-ші күнінде менде давлением түсіп кетті. 75. Ондай давление білмеймін, бірақ жұрттарда бар ма жоқ па когда. Например, менде бірден таңертеңгісін мынандай нәрсе болды. Семечка шаққым келді, құрт жегім келді, басым ауырды. Сосын по идее енді питаниеда семечка деген нәрсе болмайды. Өзіме болмайды, мен тамағым ауырады, семечка шағатын болса, даусым құртылады. Бұрыннан шаққызбайтын мамам. Сосын құрт та көп жегізе бермейтін, құрт жақсы көремін. Сонымен не керек? Мен құрт жедім, семечка шақтым, сосын кешке жақын отырдым да, мен апамның давлениесін келіп өлшеді, 70-50 болып түсіп кеткен. И маған айран категорически отказ жаса деді. Например, когда сен қалқып келмейінше пока айран ішпей тұр, сен салат же, басқа нәрсе же деген сияқты. Сосын давление көтеру үшін не істедім? Бізде кофе отказ болатын, кофе ішпеу керек болатын марафон бойынша, бірақ мен кофе іштім давление көтеруге, сосын шоколад жедім. Құртылғаны сол. Сосын мучнойдан қамыр жеуге болмайды ғой, енді қамыр өзімде көбейгеніне, бірақ кеше енді маған анам жеңгем пельмешка пісірді. 3 күн бойы ауырдым, жаттым, то есть көп жаттығуды орындаған жоқпын. Бұл 3 күнде питаниемде дұрыс болған жоқ, потому что ондай особо шоколад жеп қойдым, кофе ішіп қойдым деген нәрсе ғой енді. Бірақ кітап көп оқыдым деп айта алмаймын. Тоже әлі 2-3 главаның соңына дейін бітіргем жоқ, потому что оны оқимын, ұстап қаламын, тұрсам басым айналады, сондай болды. Бірақ міндетті түрде шүкіршілік алғыс дәптерін жазып жүрдім. Сосын марафоннан бөлек мен жаңағы тағы да вакцина деген курс, то есть Қамшанбайдың физиологиясын сосын барып идеалды күнін, гринчпен жұмыс дегендерді жасап жүрмін. Ол енді особо көп уақыт былай іс-әрекетті алмайды, так как сен жатасың, көріп жатасың. Осылай. Бұйырса бүгін 8-і, марафонның 10-шы күні, бізде алда 39 күн бар. 39 күнде менен не өзгеру керек? 39 күн деген айтамын. Солай, сіздермен әрең. Кейінгі 3 күнімді міндетті түрде түсіретін боламын иншалла.